Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен сіздерге бүгін осындай өзімнің жасаған сиырдың аяқтарынан жасаған холодец рецептін көрсетемін. Осындай қоюлықта әдемі, жақсы болып пісетін қарапайым рецепт, және де осылай қысқа ыдыстарға құйып сақтап қоюға болатын әдістерін көрсетемін. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар, және де менің рецептім ұнап жатса, достар, менің каналыма тіркеліп қойып, лайк басып, комментарий жазып қоюды ұмытпаңыздар. Менің каналымды қолдап жүрсеңіздер, өте қуанышты боламын. Енді бізге осы холодец жасау үшін менде осындай бір малдың 4 сирағы жақсылап үйітіп, жуып, осындай бөліктерге бөліп салып қойдым. Және де бұнда жақ еттері де бар. Жақ еттерін қосып жүрсеңіздер, біздің холодеціміз әдемі болып, қою болып піседі. Енді осындай 30 литрлік кастрюль алдым. Осыған осындай мөлшерге дейін су құйып қоямын. Осында түңгілікке қазір мен баяу отқа қоямын. 2-ші күнге дейін жай баппен қайнау керек. Міне достар, осылай баппен қайнап жатыр. 12 литр су құйдым осы кастрюльге 30 литрге. Осылай жай ғана қайнатамыз. Әлі дайын емес, мынау сүйектерден ажыратылып қалу керек, мына еттері барлығы. Әлі қайнатамыз. Дозын бәрін қостым. Осылай қайнап жатқан кезде қосқан ыңғайлы дозды. Дәмін көруге болады сол кезде. Міне осылай қайнап жатыр, бірақ әлі дайын емес. Бізде еті барлығы сүйегі ажырап қалу керек бір-бірінен. Міне осылай әлде 1-1,5 сағаттай қайнатамыз. Енді осы қайнап жатқан кезде үстіне лавр жапырағын қосып жібереміз. Дәмін кішкене шығару үшін осылай 5-6 жапырағын қосамыз. Тағы да қайнатамыз 1,5 сағаттай. Достар, міне менің холодецім етті пісті. Біраз пісті. Енді ол малдың несіне үлкендігіне байланысты ғой. Жас малдікі тезірек піседі, үлкен малдікі көбірек піседі дегендей. Енді осын қазір ыдысымызға барлығын сүзіп аламыз. Етінен сүйегі бәрі ажыратылып тұр. Соның барлығын сүйектерін бәрін тазалап аламыз да. Қазір мен сорпкамен өткіземіз. Мен жақтың еттерін салдым. Мына бір малдікі, ана жоғы сойған күздіктікі. Жақтың еті бар, сирақтары бар. Барлығын бөліп жақсап салдық. Бетіне майы шыққан. Енді өзімнің ойымша холодец майсыз, дәмсіз болатын сияқты. Сондықтан да мен кейбір видеоларда төгіп саржады ғой, енді бірінші сорпасын. Мен төккен жоқпын, бір қайнатқан сорпа осы барлығы. 12 литр су құйдым бар жоғы. Енді бұдан кішкене азайыпты, 2-3 литрдай азайыпты. Қазір барлығын сүзіп, сіздерге тағы да көрсететін боламын. Міне еттен сүзіп алдым. Енді осындай болу керек. Мына еттен сүйегі ажыратылып тұр. Осының етін бір бөлек, сүйектерін барлығын тазалап аламыз. Сүйектің ішіндегі майларын мен холодецке осылай қосып жіберем. Маймен дәмдіру болады кішкене. Енді осылай барлығын қазір еттен мына жаққа бөлек барлығын тазалап аламыз. Сосын еттен мен сорпкамен өткізетін боламыз барын. Міне енді осы етімізді барлығын осылай мен сорпкадан тартып аламыз. Осындай үлкен тесігін алдым. Қатты ұсатпай, осылай тартып аламыз. Достар, бұл менің холодецімнің енді өзімнің қарапайым рецептім. Сіздердің дайындау әдістеріңіз болса, осы астына комментарийға жазып отырсаңыздар, егер де сұрақтарыңыз болса, астына комментарий қойсаңыздар, барлықтарыңызға жауап беремін. Достар, мен тартып болдым етімді. Енді осылай сарымсақты қосам, дәміне қарай. Осылай кішкентай күштен өткіздім. Қосып сорпасын қазір барлығын араластырғаннан кейін өздеріңіз дәмін көріп қайрадан қоссаңыздар болады. Енді тағы да дәміне қарай бұрыш қосам. Барлығын қосып болғаннан кейін көз мөлшерімен сорпасын қосамын. Қоюлығын барлығын қазір осы видеода көрсетемін сіздерге. Бұл барлығы бір малдың 4 сирағы мен 2 жағының еті. Осындай үлкен тегенеге осындай көлемде болып шықты. Енді қоюлығын осылай ожаумен қазір араластырып, азда болса тағы да үстіне қосып, өзінің мөлшерін келтіремін қазір. Тағы да кішкене құйып жіберемін, өйткені кішкене қоюлау сияқты.
сорпасын барлығын сүзгіштен өткізіп сүзіп құйып жақсылап, өйткені арасында сүйектері қалып қоюы мүмкін, ұсақ сүйектер. Мен тағы да үстіне қостым сорпасын. Осы қоюлығы жеткілікті. Енді қазір осыны холодильницамызды ыдыстарымызға құйып қатыратын боламыз. Сорпасын қосқаннан кейін тағы да тұзын, бұрышын, дәмін көріңіздер. Мен бұрыш қосам, кішкене аздау болып кеткен сияқты. Енді осы дәмін көріп, қазір дәмі жақсы болса, барлығын ыдыстарға құямыз. Достар, мен бірінші осы табаққа құямын, оны күнделікті жүйеге алып қаламын. Осыны табаққа құйып, осындай мөлшерде қалғанын жаңағы біздің өзіміздің бутылкаларымызға құйып, қысқыға, морозилкаға салып тастауға болады. Ешқандай бүлінбейді. Осындай кез келген кезде морозилкадан алып, турап жей берсеңіздер болады. Осындай ыдыстарға құйып, барлығын қатыратын боламын қазір. Әр құйған сайын осы холодильницамызды араластырып отыру қажет, өйткені қою астына тынып қалады, сондықтан да барлығын араластырып құю керек. Міне осылай барлық ыдыстарына қазір бөліп құйып қоямын. Достар, бүгінгі мен сіздерге рецептімді жазсам, менің каналымды қолдап жүрсеңіздер, ары қарай да сіздерге осындай пайдалы өзімнің жасайтын тағамдарымды барлығын салып тұрамын. Менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Және де астына лайк, комментарий жасаңыздар, өте қуанышты боламын. Міне достар, осындай көлемде шықты. Міне 4 литр бутылкаға, және де осындай үлкен табаққа, және осындай шыны ыдысқа шықты. Бұның барлығы бір малдың аяғымен жақ еттерінен шыққан холодец. Осы рецептімді жасасам, менің каналыма лайк, комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар. және де өздеріңіздің әдістеріңіз болса бөлісе кетсеңіздер болады. Міне достар, осындай міне қатырып қойдым. Бутылкалардағы барлығын қатырып қойдым уже. Міне осындай қоюланып қалды, әдемі болып. Егер де майлы ұнамаса, майын бетінен алып тастауға болады осылай. Бірақ мен сорпасынан алмаймын, өйткені бәрібір де осылай холодецке дәм беріп тұрады майы. Міне осындай тураған кезде де осындай қоюлықта әдемі болып шықты. Қатты тығыз емес, қатты жұмсақ емес, осындай болады. Достар, осылай менің рецептімді жасасам, менің рецептімді дайындап көріңіздер. Және де достарыңыз болса жіберіп қойсаңыздар, менің каналымды дамытуға үлестеріңізді қосасыздар. Осы каналға өздеріңіздің ойларыңызды видеоның астына комментарийларыңызды жазып қойсаңыздар болады. Және де ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар достар. Бүгінгі сіздерге осы ұсынған рецептімді қабыл алыңыздар. Және де астында қоңыршаны басып қойсаңыздар, менің сіздерге алдағы видеоларым түсіп тұрады. Сіздерге пайдалы, дәмді рецепттер салып тұрамын. Келесі видеода кездескенше достар, сау болыңыздар.